Күн Жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері, бүгін біз сіздермен информатика сабағынан бұлттық технологиялардың міндеті мен жүктелуі тақырыбын өтетін боламыз. Сіздермен мен Айгерім Сағындыққызы. Тақырыбымызды ашпас бұрын бұлттық есептеулер дегеніміз не деген ашық сұраққа жауап берейік. Бұлттық есептеулер ағылшын тілінен cloud computing, сондай-ақ деректерді бұлттық шашыраңқы өңдеу деген термин қолданылады. Бұлттық есептеулер қолданушыға интернет-сервис түрінде ұсынылған компьютерлік қорлар мен қуаттар. Бұлттық технологиялар қолданушыларға қосымшаларды өз құрылғысына орнатпай-ақ деректерге қол жеткізу мүмкіндігін береді. Себебі барлық қызметті сервер ұсынады. Мұндай қызметтер тегін де ақылы да болуы мүмкін. Бұлт құрылымы пирамида түрінде көрсетілуі. Бірінші суретті қарайтын болсаңыздар, бұл жерде бұлт құрылымы берілген. Пирамиданың негізгі бөлігі ретінде бізде инфрақұрылым құрылғылар жиынтығы. Бұның ішіне бізде серверлер, қатқыл дисктер және тағы да басқа құралдар кіреді. Оның үстіне қызметтер жиыны болатын платформа құрылады. Пирамиданың жоғарғы бөлігіне программа тұрады, яғни программалық қамтамасыз ету. Бұлттық есептеулер өзіне түрлі технология мен тәсілдерді біріктіретін тұтас жүйе. Бұлттық технологиялар жүйесі, бұлттық технологиялар виртуалдау, белсенді серверлік беттер, ашық коды бар программалық құралдар, әзірлеу жүйелері, бөлінген масштабталатын есептеулер, сервиске бағдарланған архитектура және де веб болып бөлінеді. Қазіргі уақытта бұлттық технологиялар өз қолданушыларына келесі қызмет түрлерін ұсынады. Екінші суретте қарайтын болсаңыздар, бұлттық технологияларына қосымшалар: мониторинг, мазмұн, бірлескен жұмыс, байланыс орнатуға, қаржыға байланысты платформалар арқылы, мысалы, деректер базасы, сәйкестендіру, жұмыс уақыты, нысандарды сақтау қызметі, инфрақұрылымда есептеулер, яғни бұлттық есептеулер, деректерді сақтау бұлттық жүйесі арқылы және желі арқылы. Осы бұлттық технологияларды біз сыртта тұрған мына құрылғылармен пайдалана аламыз. Ол бізде ноутбук, смартфон, планшет, стационарлық компьютерлер, яғни дербес компьютерлер, сервер арқылы қолдануға болады. Бұлттық есептеулердің түрлері. Инфрақұрылым қызметі ретінде инфраструктура as a service немесе IaaS, компьютерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бұлттық есептеулер негізінде ұсынылады. Бірінші кестеде көрсетіліп отыр. Бұл жерде бізде екі бағанға бөлініп отыр, яғни термин, оның анықтамасы. Инфрақұрылым қызметі ретінде IaaS жоғары автоматтандырылған әрі кеңейтілген бұлттық қызмет. IT инфрақұрылымды сақтау, орналастыру, есептеу, желі, жаһандық деректерді өңдеу орталықтары арқылы ұсынады. Төлем тек пайдаланылған қызмет үшін алынады. Келесі ол бізде аппараттық құралдар. Серверлер, деректерді сақтау жүйелері, клиенттік жүйелер және желілік жабдықтар. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Олар бізде операциялық жүйелер, виртуалдау, автоматтандыру құралдары, ресурстарды басқару жүйелері. Виртуалдау физикалық ресурстарды, сервер, жады, желі, соның барлығын виртуалды ортаға айналдыру технологиясы. Автоматтандыру құралдары ресурстарды басқаруды және қызмет көрсетуді автоматты түрде ұйымдастыратын бағдарламалар. Провайдерлер серверлік және желілік жабдықтарды басқаратын қызмет көрсетуші компания. Қолданушы операциялық жүйелер мен ондағы қосымшалар деңгейіндегі баптауларды басқарады. Мысалдар: виртуалды серверлерді жалға беру қызметі, бұлтта деректерді сақтау қызметтері. Осы ең бірінші инфрақұрылым қызметінің ішіндегі IaaS қызметіне кіреді. Қамтамасыз ету қызметі Hardware as a Service инфрақұрылымдық қызмет көрсетуге мысал бола алады. Платформа қызметі ретінде Platform as a Service веб қосымшаларды әзірлеу, тестлеу, орналастыру және қолдау үшін біріктірілген платформа қызметі ұсынылады. Екінші кестеде көрсетіліп отырғандай сипаттау. Жеткізуші тұтынушыларға өздерінің программалық қамтамасыз етуін орнату үшін бұлттық инфрақұрылымды қолдануды ұсынады. Бұл операциялық жүйе, деректер базасын басқару жүйесі, сондай-ақ дамытудың барлық түрлері болуы мүмкін. Ерекшеліктері: құны көрсетілетін қызметтердің көлемімен анықталады.
оларды қолдану уақыты, операциялар саны, трафиктік етуі сияқты түрткі жағдаяттармен өлшеуге болады. Провайдер басқарады. Бүкіл инфрақұрылым, сондай-ақ операциялық жүйе деңгейіндегі әкімшілік, провайдер, қолжетімді платформалар, параметрлер мен қызметтердің жиынтығын анықтайды. Қолданушы басқарады. Осы инфрақұрылым базасында толық жазылған. Мысалдар: Google App Engine қосымша есептеу ресурстарын сатып алу мүмкіндігі бар веб қосымшалар үшін хостинг ұсынады. Мысалы, үлкен жүктемелерді тексеру. Google App Engine қосымшаларын виртуалды кластер жүйелерінде іске қосу үшін Upscale платформасы жасалды. Microsoft Windows Azure операциялық жүйесі Windows Azure Microsoft серверлік өнімдерінің бұлтқа негізделген аналогтарын, яғни SQL аналогы, Azure SQL Relational Database, сонымен қатар Exchange Online, SharePoint Online мен Microsoft Dynamics Online, CRM Online және дамыту құралдары Net Framework және Visual Studio қамтитын біртұтас орта жасайды. Жеке жағдаяттар. Қызметтік деректер ретінде Data as a Service немесе DAS қолданушыға үлкен көлемдегі ақпаратты сақтау үшін пайдалана алатын орын береді. Қауіпсіздік қызметі. Security as a Service немесе SecAS қолданушыларға веб-технологияларды, электрондық хат алмасу мүмкіндігімен жергілікті желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнімдерді ұсынады. Программалық қамтамасыз ету қызметі Software as a Service немесе CAS сервис жеткізуші өзінің жеке интернет қосымшасын қолданады. Қолданушы оны интернет арқылы қолдана алады. Жұмыс орны ретінде қызмет көрсету тұжырымы CAS-тің жалғасы Workplace as a Service немесе WAS қолданушы барлық қажетті жабдықтары бар виртуалды жұмыс орнын алып қолдана береді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.